Ең алдымен өміріңді өзгертетін нәрсе сенің өзіңе деген сенімің. Егер сен менің қолымнан келеді деп сенсең, дұрыс айтасың. Ал менің қолымнан ештеңе келмейді десең, оған да өзің себеп боласың. Өйткені нәтиже ең алдымен сенің ішкі сеніміңнен басталады. Сенсең, әрекет етесің. Әрекет етсең, тәжірибе жинайсың. Тәжірибе сені нәтижеге жақындатады. Ал сенбесең, тіпті бастамайсың да. Өмірді навигатормен салыстыр. Қай мекен жайды енгізесің, навигатор сені дәл сол жерге апарады. Егер ойыңда менен ештеңе шықпайды деген бағыт болса, әрекетің де сол жаққа апарады. Ал егер бағытың мен табысқа жетемін, мен үйренемін, мен мақсатыма жетемін деген болса, күнделікті қадамдарың да сол мақсатқа қарай жетелейді. Сенің сенімдерің мен мақсаттарың өміріңнің маршруты. Маршрут болмаса, баратын жерде болмайды. Есіңде болсын, әр адамның ішінде екі дауыс бар. Бірі жеңімпаз, бірі күмәнданатын адам. Қайсысын көбірек тыңдап, қайсысын көбірек қолданасың, сол күшейеді. Адамның ең үлкен артықшылығы таңдау жасау құқығы. Әр таңдау өміріңді қалыптастырады. Тіпті ештеңе таңдамасаң да олды таңдау. Сондықтан ең алдымен өзіңе сен, өзіңді қолда. Өзіңе кедергі болатын адам емес, өзіңді алға жетелейтін адам бол.